Сәлеметсіздер ме, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Мен Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығының жәдігерлермен таныстырушысы Назерке Төлегенқызы. Бүгін сіздерге музейіміздің төрінен орын алған қазақтың ұлттық ыдыстарының бірі торсық жөнінде сөз ететін боламын. Торсық Орталық Азиядағы түркі халықтарының қымыз, шұбат, іркіт құюға арналған ежелгі ыдысы. Әсіресе қырғыз, қазақ, түркмен, қарақалпақ халықтары пайдаланған. Торсық түйенің, бұғының, өгіздің мойын терісінен жасалады. Жүні желдетілген теріні қалыпқа салып пішеді де таспамен тігеді. Торсықты саба сияқты қарағайдың бүрімен немесе арша тобылғымен ұстайды. Торсықтың 4 түрі бар. Шимай торсық, өргеш торсық және жан торсық, мүйіз торсық деп 4-ке бөлінеді. Торсықтың бүйірі дөңгелек, мойны жіңішке әрі ұзын болып келеді. Аузына ағаштан тығынды қылады, ол жоғалып қалмау үшін қайыстан бау өткізіп, бір үшін торсықтың мойнына бекітіп қояды. Кейбір торсықтарға арнаулы мүйіз шапқымен әртүрлі өрнек салады. Шимай торсық, ыдыс аяқ атауы. Шимай торсық ірі қараның қалың терісінен тігілген өте сәнді торсық. Бетіне арнаулы мүйіз шапқымен әртүрлі өрнек салады. Бүйірі табақ сияқты дөп-дөңгелек болады. Келесі өркеш торсық түйенің өркеш терісінен тігіледі. Терінің жалпақ жағы торсықтың түбіне, жіңішке жағы аузына сәйкес келеді. Оның пішіні де өркештің пішіні секілді сопақша болып келеді. Өркеш торсық сәнді болмағандықтан, оған көбінесе айран, іркіт құйылады. Жан торсық торсықтардың қарапайым түрі. Оның сыртында ою өрнегі де, шытырасы да болмайды. Бұл малшылар мен жолаушылар сусынын құйып, қанжығасына байлап жүруге арналған. Мүйіз торсық ірі қараның терісінен жасалатын сәнді торсық. Беті шимай торсық секілді шауып өрнектеліп, шытыраламен өрнектеледі. Мүйіз торсықтың түп жағы дөңгелек болғанымен, екі иіні қошқар мүйіз ою секілді сәндеп шығарылған. Біздің музейімізден орын алған мынау торсықтың авторы Отарбай Кендір. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.